Сәлеметсіздер ме? Есімім Салтанат. Менің каналыма қош келдіңіздер. Жаңа видеоларды жіберіп алмау үшін каналға міндетті түрде тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Ал бүгінгі видеода жеңіл, дәмді, пайдалы салат дайындаймыз. Менде бүгін салат жапырақтары, руккола, қызанақ және қияр, сонымен қоса күнжіт, балқарағай жаңғақтары, асқабақ дәндері, зәйтүн майы және бальзамикалық крем соус қажет болады. Ең алдымен салат жапырақтарын орташа бөліктерге қолымызбен үзіп аламыз. Әрине, кез келген өзіңізге ұнайтын салат түрін қолдансаңыз болады. Мысалы, қытырлақ айсберг, лоло россо, шпинат, тағы басқа. Руккола шөбін міндетті түрде қосуға кеңес беремін. Салат құрамында өте әдемі көрінуімен қатар, пайдалы және өзіне тән жаңғақтың дәмі бар. Келесі кезекте қызанақ пен қиярды майдалап турап аламыз. Дәміне қарай тұз, зәйтүн майын қосып араластырамыз. Бұл салатқа тіпті соя тұздығында пісірілген ет қоссаңыз болады. Қаласаңыз піскен қызылша, асқабақ, брынза қоссаңыз болады. Келесі кезекте құрғақ табаға балқарағай жаңғақтары және асқабақ дәндерін салып, баяу отта 2 минуттай ұстаймыз. Осы уақытта қызарып, қытырлақ бола түседі. Үстіне күнжіт қосамыз, тағы 1 минуттай баяу отта араластыра отырып ұстаймыз. Осылай қуырылған жаңғақтардың дәмі ашылып, күшейе түседі. Жалпы бұл салаттың фишкасы қытырлақ салат шөптері және қытырлақ дәндер мен жаңғақтар. Яғни осы екі ингредиент маңызды, қалған ингредиенттерді қалауыңызша ауыстыра бересіз. Салатқа зәйтүн қосуды ұйғардым. Келесі кезекте салатымыздың үстіне қытырлақ дәндеріміз бен жаңғақтарымызды молынан себелейміз. Үстіне бальзамикалық крем соус құямыз. Бұл соустың тәтті қышқыл дәмі бар және салатты ажарландыра түсетіні сөзсіз. Қарапайым күнбағыс дәндерін де қолдансаңыз болады. Күнделікті және мерекелік дастарханға жарайтын, дайындалуы қарапайым, тез, өте әдемі, дәмді, пайдалы салат дайын болды. Тіпті шөп салаттарды ұнатпайтын менің жолдасым осы салатты жақсы көреді, ал нәзік жандылар бұл салатты әрдайым сүйіп жейді. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Амандықта жүздескенше.